Ассалаумағалейкум. Еліміздің бастарнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақтыбекұлы және сурдо аудармашы Самалжан Темір. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Еуразия кеңістігіндегі салмақты ұйым. Россия 24 телеарнасына берген сұхбатында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Журналист Михаил Гусманның сауалдарына жауап берген президент ұйымның құрылуы қазіргі аяқ алысына қатысты пікірлерін білдірді. Сұхбат кезінде Қазақстанның сыртқы және ішкі саясаты да әңгімеге арқау болды. Считаю, что Шанхайская организация сотрудничества в евразийском пространстве очень важная организация. У нее есть несколько пунктов реализации. Первое – это безопасность на этом пространстве. Второе – это экономика. И третье – это гуманитарное сотрудничество. И, конечно, в экономике присутствует транспорт, логистика через все наши страны. В встрече в Уфе мы договорились создать общую корпорацию по борьбе с терроризмом, то есть безопасности наших стран. И вот это очень важно, и это идет. Я предложил создать зону свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, ИШОС. Она рассматривается, российской стороной поддерживается. И сейчас очень важный этап, что мы будем в Ташкенте принимать новых членов. Это Индия и Пакистан. Үндістан мен Пәкістан Шанхай ынтымақтастық ұйымының толыққанды мүшесі атануы мүмкін. Ертең Ташкентте өтетін ұйымның мерейтойлық отырысында бұл мәселеге байланысты соңғы шешім шығарылады деп күтілуде. Бұған дейін байқаушы болып келген қос мемлекет бірлестікпен бірге дамуға былтыр бел болған еді. Өтініштері бір жыл бойы қаралып, жан-жақты талқыланды. Саммитке елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та қатысады. Алтылықтың көшбасшылары өңірлік қауіпсіздік, терроризм, өңірдегі есірткі трафигімен күрес және интеграция мәселелерін талқылайды. 15 жылда атқарылған жұмыс қорытындыланып, бірлестіктің алдағы бағдарын айқындайтын Ташкент декларациясы қабылданады деген жоспар бар. Айта кетейік, Шанхай ынтымақтастық ұйымына қазір Иран, Әзербайжан, Армения және Непал мемлекеттерде қызығушылық танытып отыр. Вхождение этих стран. Егер Үндістан мен Пәкістан Шанхай ынтымақтастық ұйымына толыққанды мүше болса, онда бұл бірлестіктің беделі арта түседі. Себебі екі мемлекетте Азия өңірінде маңызды рөл атқарады. Халық саны да көп. Сондықтан өңірлік тұрақтылық пен бейбітшілікке қосар үлес салмақты. Есесіне осы екі мемлекеттің арасындағы түсініспеушіліктің тігісін жатқызуға түрткі болмақ. Алып елдер мен шағын мемлекеттер тең дәрежеде дами алады деген сөз. Сондықтан ұйымның керегесі кеңейіп жатса, бұл өңірдің қауіпсіздігі арта түседі деп есептеймін. Үндістан Орта Азия елдерімен экономикалық байланысты нығайтуға мүдделі. Ташкентте өтетін саммит қарсаңында Үндістан премьер-министрі осындай пікір айтты. Өзінің твиттердегі парақшасында Нарендра Моди ресми Делидің ұйым қатарына қабылданатынына үмітті екенін жазған. Мәтінде Үндістан Шанхай ынтымақтастық ұйымының қатарына қосылу туралы бастаманың қолдау тапқанына қуанышты. Біз жақсы нәтиже күтеміз. Әсіресе ұйым аясындағы экономикалық ынтымақтастықтан үмітіміз зор делінген. Жер кодексінің бірқатар нормаларына мораторий енгізуді көздейтін заң жобасын бүгін Сенат депутаттары қабылдап, елбасының қарауына жолдады. Құжат шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік заңды тұлғалар мен олардың үлесі 50%-дан асатын заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығы жерлерін жалдау шарттарын, сондай-ақ уақытша жерді пайдалану құқығын беру туралы нормалардың күшіне ену мерзімін тоқтатады. Ел азаматтары мен үкіметтік емес заңды тұлғаларға мемлекет меншігіндегі жерлерді жеке меншікке беру нормаларда уақытша күшін жояды. Айта кетейік, заң жобасы елбасының тиісті жарлығын орындау мақсатында әзірленген. Елбасының жариялаған мораторийдағы жаңа тиісті баптарын жылдың аяғына дейін 31 декабрьге дейін создық. Бұл қандай мәселелер? Ол біріншіден жерді мынау Қазақстан Республикасының азаматтары мен заң тұлғаларына сату мәселесі жеке меншікке. Екінші мәселе шетелдіктерге жалға беру мерзімін ұзарту мәселесі. Осы екі мәселені біз тоқтаттық заң күйінше 31 желтоқсанға дейін бұл баптар жұмыс істемейді, ал қалған жаңа жер кодексінің бәрі жұмыс істей береді. Ел аумағында эпидемиологиялық ахуал бір қалыпты. Соңғы тәулікте халық арасынан жұқпалы аурудың таралуына қатысты дерек тіркелмеген. Естеріңізде болса, Қарағанды облысы Шет ауданының Еркіндік ауылында алдыңғы күні карантин тәртібі енгізілген. Бұл ауылдың 9 тұрғыны түйнеме жұқтырды деген күдікпен ауруханаға жатқызылып, кейін екеуі көз жұмған еді. Қазір жағдай толық бақылауда. Елді мекеннен мал мен ет өнімдерін сыртқа шығаруға тыйым салынған. Бүгін үкімет басшысына есеп берген бас мемлекеттік санитарлық дәрігер Жандарбек Бекшин осылай деді.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов мәселені ұдайы бақылауда ұстауды тапсырып, келесі аптада аймаққа жұмыс сапармен барып, жағдаймен жеке танысатындығын айтты. Ситуация под контролем и все... Жағдай толығымен бақылауда. Барлық үй-жай, байланыста болған адамдар анықталды. Химиялық алдын алу шаралары жүргізілуде. Соңғы тәулікте тұрғындар арасында ауру жұқтыруына қатысты басқа дерек тіркелген жоқ. Нужно обеспечить, чтобы люди были защищены. Індет таралуының алдын алу үшін халықты қорғаудың барлық шараларын қарастыруымыз керек. Екінші міндет, елде кешенді шараларды қолға алу қажет. Бұл мәселені тұрақты бақылауда ұстау үшін жеке тапсырма беремін. Таразда 80-ге жуық үйдің ауласын су басты. Кеше толассыз жауған жауын салдарынан жер асты суларының деңгейі 2 есеге көтеріліп кеткен. Салдарынан қала шетіндегі бірнеше көшеге су жайылды. Онда таңғы сағат 4-тен бастап мамандар жұмыс істеп жатыр. Ондаған техника жұмылдырылған. Арнайы комиссия құрылып, жағдай бақылауға алынды. Құтқарушылар қазір су деңгейі 40 сантиметрге төмендегендігін хабарлады. Үй аулаларын судан тазарту жұмыстары әлі жалғасуда. Ешқандай бір қауіп жоқ дегенмен барлық шаралар қабылданып, бұл мәселені шешетін боламыз. Төтенше жағдай су комитетінің службалары өздерінің техникасын қойып, біз де қала тарапынан өзіміз техникаларымыз қойып, арықтың арналарын кеңейту, кейбір арықтарды жабу түсінген, елдердің есік алдына кірген суларды техникамен арнайы суырып жатырмыз. Өскемендегі автозауыт 3 түрлі жаңа көлік шығарды. Лада маркалы темір тұлпарлар ішкі нарық пен орталық Азия елдерінде саудаланатын болады. Зауыт жыл соңына дейін 10 мың көлік құрастыруды жоспарлап отыр. Ал 2018 жылға қарай кәсіпорынның өндірістік қуаты 3 есе артпақ. Бұл шамамен 2000 жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Қазір автокөліктерді мемлекеттік бағдарлама бойынша жеңілдетілген несие арқылы сату мүмкіндіктері қарастырылып жатыр. Қазіргі біз шығарып отырған Лада Калина, Лада Грант автокөліктері біздің осы Қазақстанымызда және көптеген сұранысқа ие болып келеді. Сапасы жағынан айтатын болсақ, бұл автокөліктер сапасы жағынан мықты және қазіргі кездегі бүкіл талаптар мен сұраныстарға және өз-өзін және көрсете алады деп айтуға болады. Сонымен қатар келесі жылдан бастап осы автокөліктерді льготтық бағдарлама бойынша 4% және несие беру арқылы автокөліктерді және осы авторынққа шығарылады. Қазақ ұлттық аграрлық университетінде тұрақты егін шаруашылығы орталық ашылды. Нысан жұмысымен мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова танысты. Орталық университет жанынан құрылған агротехникалық хабтың пилоттық жобасы. Онда ауыл шаруашылығы саласының соңғы үлгідегі қондырғылары бар. Мәселен, дрон құрылғысы. Алыстан басқарылатын техниканың көмегімен алқаптарға әуеден бақылау жасалады. Сөйтіп жердің зақымдалған аумақтары ерте анықталып, зиянкестердің жайылып кетуіне жол берілмейді. Құрылғы 1 сағатта 400 гектар аумақты еңсереді. Біз мамыр айында мал азығы дақылдары егілген алқапта болдық. Зерттеу барысында ұрық шаша бастаған зиянкестерді таптық. Оның көзін жоюға химиялық қоспа гербицид те көмектесе алмайды. Осы алқапты 2-3 күн бұрын тексергенімізде зиянкестің ордасын жойып, фермердің өнімін сақтаған болар едік. Бүгінгі таңда дүние жүзіне жетекші аграрлық елдердің бірі ретінде Қазақстанның алдында ауыл шаруашылық өндірісін тұрақты дамыту, әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттілікті арттыру міндеттері тұр. Елбасы ұлт жоспарында айқындалған міндеттерді орындауда ғылым және өндірістің тығыз жұмыс істеуін атап өткен болатын. Бүгін соның бір көрінісін көріп отырмыз. Алматы облысындағы Көксу қант зауытында биыл 25 мың тонна қант өндіріледі. Бұл туралы бүгін премьер-министрдің орынбасары, ауыл шаруашылық министрі Асқар Мырзахметовпен кездесу кезінде кәсіпорын басшылары хабарлады. Талдықорған мен іргелес жатқан 3 ауданда қазір қызылша өсіріледі. Өткен жылы алқаптардан 120 мың тонна қызылша жиналып, одан 12 мың тонна қант алынған. Ендігі мақсат жылына жиналатын қант қызылшасының көлемін 220 мың тоннаға жеткізу. Асқар Мырзахметов алқаптарды аралап, өңірдегі бірқатар кәсіпорындардың жұмысымен танысты. Кейін аймақ тұрғындармен кездесіп, оларды толғандырған сауалдарға жауап берді. Автоматизировать етеміз деп отырмыз биыл. Сол уақытта біздер андай жерде көрініп тұр, 1800 тонна суткасына переработка жасайтын болсақ, болашақта біздер 2000 тоннаға дейін көтеруіміз керек.
Бүгін Қазақстан полициясы күні. Мерекеге орай Астанада қызмет бабында қаза тапқан полицейлерді еске алу рәсімі өтті. Құқық қорғаушылар ішкі істер қызметкерлері мен әскерилерге арналған монументке гүл қойып, көкке 3 рет оқ атты. Кейін үздік полицейлерді мадақтау салтанаты өтті. Ішкі істер министрі Қалмұхаммед Қасымов әскери оқу орындарының түлектеріне лейтенанттық шен табыстап, барлық әріптестерін төл мерекелермен құттықтады. Бұндай марапат бізге ерекше қуаныш. Ішкі істер органдарының министрі өзі марапаттап отыр. Еліміз үшін адал және қасық-қанымыз қалғанша қызмет етеміз. Еліміздің, жеріміздің тыныштығын сақтау бұл біз үшін абырой, даңқ, атақ, міндет болып табылады. Маңғыстау облысында жастар тәжірибесі деп аталатын жаңа бағдарлама қолға алынды. Мақсат жастардың қызметке тұруына оң ықпал жасау. Өңірдегі тілшіміз Талғат Исламұлының сюжеті. Сарбиназ Базарбаева Ақтау мемлекеттік университетінің түлегі, мамандығы органикалық заттардың химиялық технологы. Жастайынан сүйікті кәсібі зерттеу жұмыстарын жүргізіп, ғылыми жаңалық ашу. Бүгінде қолға алған жобасы кәсіпорынға кіретін және одан шығатын судың табиғатқа қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Оқу бітірген соң бір жыл жұмыс таба алмадым, жүріп қалдым. Сосын жастар практикасына қатысып, каталог азотқа жұмысқа орналастым. Жұмыс маған өте қатты ұнайды. Ол өзін өте жақсы көрсетті. Осы қысқа мерзім ішінде біз оны жұмысқа қабылдап алдық. Қазір 5-ші разряд. Бұл мемлекеттік бағдарлама жастарға өте зор мүмкіндік. Жастар бұл мүмкіндікті жақсы қолдана білуі керек. Былтыр 300-ден астам жас буын өкілі жұмыспен қамту орталығына жүгінген. Аз уақытта барлығы мамандығына сай түрлі кәсіпорындарға жолданған. 6 айлық тәжірибеден өткен жастар тұрақты жұмыспен қамтылған. Ағымдағы жылы осы бағдарламаға жүгінген 143 азаматтың 51-і жұмысқа орналасқан. Қала бойынша 197 адам жастар тәжірибесіне жіберілді. Соның 23-і қазіргі күні тұрақты жұмысқа орналасты. Әлдеде 56 мекеменің 300 орынға сұранысы бар. Қаз азот мекемесінде Сарбиназдан бөлек тағы 2 адам қысқа мерзімде қызметке тұрған. Зауытта жастар тәжірибесі арқылы жұмысқа кірген 6 маман абыройлы жұмыс атқаруда. Талғат Исламұлы, Хабар, Ақтаудан. Әзірге айтарымыз осы, қорытынды жаңалықтарымыз 20:00-де.